Біз балалармен балабақшада сабақ өткен кезде, олар сабақтан зерігіп кетпес үшін, жалығып кетпес үшін оларға сергіту сәтін ұйымдастырамыз. Ол әртүрлі болады. Бойды сергіту мақсатында, ойды сергіту мақсатында, қара сөздермен, қимыл қозғалысты билермен әртүрлі болып келеді. Қазір мен саған осы балалармен сергіту сәтін ұйымдастырып көрсетемін. Одан кейін соны өзің балалармен өтіп қарайсың. Жарай ма? Я апай, мен де сергіту сәтін жасағым келеді. Олай болса, кетіп достар. Олжас, міне бұл тәжірибе алаңы. Мұнда балалар келіп ойын ойнайды, ертегілер тыңдайды. Балалармен жеке жұмыстар жасаймыз. Қарашы өзің, мұнда барлық жабдықтар қамтылған. Өте керемет, иә? Осы жерде сен тәжірибе өткің келе ме? Екеуміз бірге осы балабақшадағы бейнелеу өнеріне қатысты дәстүрден тыс әдіспен екеуміз сурет салатын боламыз. Қуанамыз күнде біз ата-бабам қалдырған қазақтың батырымыз сенсеңіз.